Сәлем достар, бүгін барлық тортқа келетін заварной кремнің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа, 500 мл сүт, 200 грамм қант, 100 грамм сары май, 2 ас қасық ұн және де ванильді қант қажет. Жұмыртқамызға қант, ұн және де ванильді қантты қосып, миксермен біркелкі массаға айналдырып аламыз. Массамызда толықтай қанттың ерігенін күтіп, содан соң сүт қосып, тағы да біркелкетіп араластырамыз. Дайын болған массамызды орташа жылдамдықта отқа қойып, үзбей араластыра отырып, қоюланғанша қайнатып аламыз. Массамызды оттан алып, үстіне сары май қосып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Миксермен араластырған кезде кремнің консистенциясы өте жұмсақ болып шығады. Араластырып болған соң пищевой пленкамен 30 минутқа бетін жауып қоямыз. Креміміз дайын. Келесі видеода осы креммен жасалған Наполеон тортымен бөлісетін боламын. Ол үшін қоңырауды басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.